Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен баклажаннан жасалатын өте дәмді әрі оңай, әрі майонезсіз салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен баклажанды жуып тазалап, ірі етіп турап аламыз. Оны үлкен табаға салып, дәміне қарай тұз себеміз және сұйық май құйып араластырамыз. Баклажанға сұйық майды көбірек қоса беріңіз, сонда жұмсарып, жақсы пісіп шығады. Баклажанды противенге салып, алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіріп аламыз. Баклажан піскенше басқа көкөністерді турап дайындай береміз. Помидорды да біз ірі етіп тураймыз. Көкшептен біз кинза қосамыз, ол міндетті, осы кинза салаттың дәмін жақсы ашады. Баклажан піскен соң оны суытып, табаға саламыз. Үстінен ұсақтап туралған сарымсақ қосамыз, және мен бальзам соусын қосамын. Егер сізде болмаса, соя соусынан кішкене қосып жіберсеңіз болады. Сонымен салатымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Айгерім. Видеоға лайк басуды ұмытпаймыз.